Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі шығарылым бастауыш сынып мұғалімдеріне арналады. Квал-тестте келіп жатқан маңызды топ 10 сұрақ. Бірінші бөлім. Бірінші сұрақ. Дауыссыздан басталып, дауыстыға аяқталатын буын қалай аталады? Дұрыс жауабы бітеу буын. Екінші сұрақ. Күләштің әкесінің замандасы. Дұрыс жауабы балуан шолақ. Үшінші сұрақ. Шебер шешім, көркем сөздер мен халық арасында шешен атанған Қазбек би жыл сайын қасына жора жолдастарын ерітіп алып, даналық, тапқырлық сөзімен мәлім әнет бабаға сәлем беріп, кәрі құлақты қариядан тағылым алып қайтады екен. Мәтіннің тақырыбы айтқан ақылы. Дұрыс жауабы әнет баба өсиеті әкім. Төртінші сұрақ. Дүние жүзіндегі ең үлкен шөлдер. Дұрыс жауабы Атакама, Сахара. Бесінші сұрақ. Көбелек гүлдің шірнесімен қоректенсе, гүл көбелектің көмегімен тозаңданады. Осындай қарым-қатынастарды не деп атаймыз? Дұрыс жауабы симбиоз. Алтыншы сұрақ. Жаман дос көлеңке басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың. Басыңды бұлт салса, іздеп таба алмайсың. Абайдың нешінші қара сөзінен алынған? Дұрыс жауабы 37-ші қара сөзі. Жетінші сұрақ. Бақыт құсын іздеген кейіпкер. Дұрыс жауабы қазанғап. Сегізінші сұрақ. Төменгі сатыдағы өсімдіктерде не болмайды? Дұрыс жауабы мүшелері болмайды. Тоғызыншы сұрақ. Сыртқы ортадан келгенге жауап беретін жүйе қалай аталады? Дұрыс жауабы жүйке жүйесі. Оныншы сұрақ. Адыра қалған сөз тіркесінің мағынасы. Дұрыс жауабы құрыған. Құрметті ұстаздар, осымен бірінші бөлім аяқталды. Алдыңғы бөлімдерді ұстаз арнасымен бірге қайталауды ұмытпаңыз. Дайындық материалдарын алу үшін төменде көрсетілген сілтемені басыңыз. Менің арнама тіркеліп қойыңыз, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.